Ал енді мен сіздерді осы гүлдермен таныстырғым келеді. Осы жерде мен тегіс кептірілген гүлдерді сіздерге көрсетіп отырмын. Бұл менің осы күнге дейін жинаған гүлдерім. Яғни мен бұны жазда өсірдім. Мысалы, мына гүл, осы 3 гүлді өзім өсіріп шықтым. Ал таныстырып өтсек, мынау лаванда. Бұл біздің жақта өсе ме, өспей ме екенін білмеймін. Мүмкін декоративті түрлері үй жағдайында, жылы жақтарда өсетін шығар. Бірақ осы солтүстік, орталық Қазақстанда өседі деп естімедім. Мүмкін үй жағдайында өсетін шығар. Бұның өте иісі керемет. Өйткені бұны біз көбінесе иіс суларда, майларда, сонымен қатар сабын, сондай заттарға қолданады. Бірақ лаванданы және кондитерлік қоспа ретінде де қолданады. Печенье, пряниктерге қосады, тортқа қосады, кремге қосады. Өйткені бұның дәмі өте иісі бар. Бұл бізде лаванда. Бұны мен шетелден алыстырдым. Ал келесі гүл бұл көк бекіре. Бұны мен өзім өсірдім. Бұның ішінде бірнеше түрі бар. Түрлі түсті, қазір керегінше таңдаймыз. Негізі бұл гүл өте қарапайым. Көбінесе оны арымшөп ретінде санайды. Алматы облысында, оңтүстік өңірлерде бұл жабайы шөптер гүлдердің арасында өсіп жатқанын мен байқағам суреттерден. Егістік алқаптарда өседі. Бұны мен өзім үй жағдайында өсірдім. Негізінен бұл гүл неприхотливый деп атайды ғой, сондай гүл. Сүйіп тастасаңыз, өзі жылда сол жерге өзі өсіп отырады. Орнын жаңартуыңызға болады. Негізі маған бұл гүл ұнайды. Осы жұмыстарда қолдануға өте ыңғайлы гүл. Мына келесі гүл, бұл да мен өзім бақшада отырғызған. Қателеспесем, бұл сәбіздің және немесе редисканың гүлдері. Тұқым шашардың алдында осылар зонтик болып өседі, гүлдейді. Сол зонтиктарын әрбірін бөліп тегіс қылдырып кептірдім. Қара фонда немесе қоңыр, сондай түстердің үстінде өте әдемі көрінеді. Келесі бір гүлдер, бұл менде сирень гүлі. Көктемде майда өседі. Сол уақыттарда мен осындай тегіс қылдырып өсіріп, үйде гүлдеп тұрғанда осылай кептіріп алдым. Келесі бір гүлдер, бұл бізде сентябринка немесе октябринка деп атайды кейбіреулері. Барлық мынау гүлдер гүлдеп біткен кезде сентябрь, қыркүйек, қазан айларында енді гүлдеп бақшаңызға көрік беріп тұратын гүлдердің қатарына кіреді. Бұл көп жылдық гүл. Бір орынға отырғызсаңыз, сол жерде ақырын өзі көбейіп өсе береді. Жаз бойы ол жасыл болып тұрады да, күзде әдемі гүлдейді. Мен әрбір гүлшесін қиып
кесіп алып отырып осылай мақтаға кептірдім, өйткені бұл өте майда гүл болғандықтан. Жұмыстарымызда егер таңдасақ, осыдан жасап көреміз. Келесі бір тағы гүл, бұл мимоза деп аталады. Менің жұмыстарымды байқаған шығарсыздар. Сырғаларда, кітап бет белгілерінде мен осы мимозаны қолдандым. Бұл жапырағы, гүлдері кепкен кезде өте сезімтал деуші еді. Осылай нетіп қалады, сынып қалады. Мен оны арнайы осылай кепкен гүлдерді сататын гүл дүкенінен сатып алдым. Но маған сыйға бергені сол гүл дүкен жұмыскері. Негізінде бұл олар осылай өседі, өте әдемі болып келеді. Композицияға бір қолдансаңыздар өте әдемі болады. Маған өте ұнайды осы гүл. Сонымен қатар мен жұмыстарымда қосымша элементтерді өте аз қолданамын. Неліктен? Өйткені мен тірі гүлдермен айналысқаннан кейін тек соларды ғана қолдануға тырысамын. Және декоративтік элемент, қосымша бір сән беруге нету үшін қолдану үшін осыларды қолданамын. Тек осы бульонкаларды қолданамын, және кейбір жұмыстарымда мен Сваровски тастарын қолданғам. Яғни үстінен смоламен қосып. Қазір егерде керек болып жатса, осының біреуін қолданамын. Және қолданғанда тек осы ақшыл түстерін қолданыңыздар. Өйткені, мысалы, жасыл, көк, немесе қызыл түсін қолдансаңыздар, бұл смолаға құйылған кезде олар боялған зат болғандықтан түстерін бөледі де сіздің жұмысыңызды бүлдіру мүмкін. Менің жұмысымда солай кездесті, өз тәжірибемде өткен. Сондықтан тек осы ақ және сарыны ғана қолданамын. Сонымен қатар мен өз жұмыстарымда осындай кепкен арнайы гүлдерді қолданамын. Бұл тырнаққа, маникюр, педикюрге арналған заттарды сататын арнайы дүкендерде сатылады. Бұлар боялған, арнайы боялған, және лак немесе осы шайырды құйған кезде түсін бөлмейді. Яғни бұл кәсіби деңгейде дайындалған, кептірілген гүлдер. Бұны алып қолдануға қорықпаңыздар. Бағасы қатты қымбат та емес. Мен бұны 3 жыл бұрын алған шығармын, есімде жоқ. Бұл ішінде гортензия гүлі. Осындай. Бірақ бұл тегіс кептірілген гүлге жатпайды, өйткені бұл объемный болып тұр. Бірақ тегіс заливкада қолданып көруге болады. Менің жұмыстарымда бар сондай. Өте сапалы дайындалған гүлдер. Кейін ыдысы босаған кезде кепкен гүлдеріңізді осының ішіне жинап қоюға болады. Өте ыңғайлы ыдысы. Және тағы бір менің ең сүйікті гүлдерінің бірі ботагөз гүлі. Менің жұмыстарымда өте көп кездеседі. Неге екенін білмеймін, осы гүлді өте қатты жақсы көремін. Өзінің сондай нәзіктігімен, сондай жұмыстарда әдемі өте көрінеді. Қандай шайырмен жұмыс істесеңіз, яғни ол молдта жасалған жұмысыңыз болсын, немесе осындай основа фурнитураларға қойылған жұмыс болсын, өте әдемі көрінеді, өте нәзік, сондай көрік беріп тұрады жұмысыңызға. Бұл гүлдерді мен өзім өсірдім. Менің стористерімде байқаған болсаңыздар, осы
ботагөздү мен калай өсүрүп, осындай дайын ашеке буюм ретинде жасаган жумуштарымды көрсөттүм. Буну осындай гүлдү кептирүү үчүн басында мен 2 жыл күттүм. 1 жыл отургузганда тек суун сугарып, гүлдү багып өсүрдүм деп айтууга болот. Бул гүлдү тек 2 жылы гана береді. Сол 2 жылы жылды гүлдөп отурат, яғни анын өтө жакшы көрөм ошол гүлдү. Незабудка деп аталат, және агылшын тилинде де орус тилине аудармасы окшош болуп келет. Forget me not.